Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз Түркістан облысы Сайрам ауданына келіп отырмыз. Сайрам ауданы Әсіл Арық ауыл округіне. Міне кеше келген болатынбыз жұмыс сапарымызбен. Барлық нәрселерді эфирге түсіріп, материал дайындап жатқанымызда, мына Сайрам ауданының әкімі Оласбек Садыбекұлының орынбасары қазір міне қашып безіп бара жатыр менен. Бүгін келіп бірге көреміз деген болатын. Қазір тікелей эфирден қашып бара жатыр. Мы так не договаривались дейді. Мен бұл кісімен түсіретін, түсірмейтін тіпті бұл кісіден сұрамайтын шығармын. Жалпы Сайрам ауданының Әсіл Арық ауылдық округіне келуімнің себебі жергілікті тұрғындардың жан айқайы. Сайрам ауданына қатысты Әсіл Арық ауыл округі жергілікті тұрғындарының айтары шаш етектен. Ауыз сумен қамтылды деген елді мекеннің жыры бітер емес секілді. Жылдар бойы ауыз судың дербес шоты, то есть орысша айтқанда лицевой счетсыз келген бір қауым ел қайда барарын білмей алаңдаумен келеді. Қыруар миллиондаған қарыз болған Сайрам тазалық мекемесі ЖКХ-ға қарасты, әкімдікке қарасты. Есін енді жиып қарыздарынан құтылғысы келді ме, әлде қалтасын ойлады ма, әйтеуір тұрғындардан дербес шот ашуға 40-45 мыңға жуық қаражат сұрап жатыр екен. Жалпы дербес шоты жоқ болған жағдайда айыппұл құны 60 мыңнан басталып 100 мыңға асадымыз. Осы орайда айта кетерлік бір жайт, дербес шот ашу үшін небары 6 мыңға жуық қаражат керек. Енді осы орайда менде біраз сұрақтар туындап отыр, бірақ мынау орынбасары менен қашып жүр. Енді артынан қуамыз ба, не істейміз бұл кісін? Сайрам ауданының әкімінің орынбасары сұхбат беруден бас тартып жүр ме? Мен сізбен жаңа видеоға түсіреді деп не договаривался дейді. Мен бұл не үшін шақырам бұл кісіні? Осы жерде көрсетіп, халықтың үнін жеткізу мақсатында шақырттым. Келіп көріп, көзбен көріп, барлығын анықтасын десем, бұл кісі қашып жүр. Арық болған, не сай болған бұл өзі? Жоқ, мынандай кәдімгі биік жер болған. Мына жерде мынандай биік жер. Бұл жер өзі болған. Өзі сай болған, а мына жерінде мына мен анау менің жеріммен қыр болған. қыр кәдімгі осы әдемі қыр болған. Биік. Неден тоғай сияқты түсетін тұғын. Ал енді неяқты өтпейді. Ерде мен бұна кісіге келгенде 5 жыл болғанда, мен бала кезінен осы жерде тұрып жатырмын. Местный адам. Арықтың деңгейі мына мен арғы салыстырдыңыздар ма? Арықтың деңгейі осы. 10 жылда, 5 жылда арық қазылады да, мына топырағы. Төбедегіше лишний. Анада экскаватор келген кезде бар ғой, экскаватор. Сіз өзіңіз таныстыра кетіңізші. Ауылдың биігі ғой, әділдік. Экскаватордың стреласы жетпей қойды. Сол кезде бар ғой, мына қырды тастап, төмен түсіріп, арықты кереңірек ал дедім. Өйткені арық бекітіп қалады. Құда қаласа латып жүргіземіз деп жатыр. Мына жерлердің бәрі біреудің жекеменшік жері. Мына сайет, мынандай сайт құн. Мына жекеменшік жер адамдар келіп, мына жерімді текстеп бердік, өтініш жасап. Хорошо. Әділ мырза, тура осы жерде сұрақ қараңызшы. Мынау дәу төбені бар ғой, мына біреудің учаскесі да. Мына дәу төбені маған мұлай қарап текстеп бер деп жатыр. Хорошо. Хорошо. Кеше там соғуына ыңғайлы бол үшін. Мынаның қырдың үстіне қойып там соғамайды ғой. Дұрыс, Әділ мырза, енді сізде тыңдай біліңізші, пожалуйста. Мына тегісте деген не өзі? Тегістеу мен, Әділ мырза, тоқтай тұрыңыз, мен сұрағым біткен жоқ. Тегістеу менен жаңағы экскаватормен топырақты алып, КамАЗбен алып кету, ол бөлек әңгіме. Менде видеолар бар, оны астына сала жатармын. Жалпы тегістеп бер десе, хорошо, сіз халықтың қамын ойлап жатыр екенсіз. Үніне құлақ асып жатқан екенсіз. Тегістеп бер дегенде бір КамАЗ мұнда келіп түспеген. Менде видеосы тұр, КамАЗға салып, буквально кеше емес алдың күні алып кетіп жатыр да. Мен техникадағы адамым. Топырақ артықта, ол топырақты шығарып тастау керек та. Қалған жердің өзін анаяқпен жолмен уровень шығару үшін артық топырақты алу керек. Тексте деген, мәселен, қырдың үстіне мына 4,5 текстеп қойып, қырдың үстіне үй салған болмайды ол. Мына кісі сияқты қалып кетеді да, ертең.
Ол кісіні, ол мәселен, кісіні оны мысалға мына топырағын үй қалып артық- тұрды, қырдың жаңағы. Артық, мен мәселен бар ғой, жердің астына кіріп кеткен жоқпын. Жерді ойып тастаған жоқпын. Адам келеді, босақты берген адам ше, маған келеді, мына жерді үйтіп бер, бүйтіп кет, тапсырма береді. Неге Ол сізге өйткені- береді? Иә, өйткені ол маған жанармайыма құйып беріп жатыр. Түсіндіңіз ғой? Мен анау жаңағы топырақты өтірік емес, ауылдың тұрғындары, жаңағы үй соғып жатқан адамды азаматшаларға, соларға жаңағы апарып беремін. Өтірік емес. 500 теңгеден 1000 теңгеге артып берем кейде ше. Ол мына мәселен мынау басқа жақтан алайын десе, о жақта 6000, 7000 топырақтан алып келеді. Сол үшін адамдар келеді. Мен ана тұрғын азаматшалар бар, госактысы бар. Солар айтады, әдеке неден ал дейді, маған тапсырма береді. Мен соны алам да анаған берем. А мен тракторым осы жерде постоянно тұрып, бірбеле жасап жатқан жоқ. Мен тек қана өзіміздің ауылдың азаматшаларына, азаматтарына жұмыс істеймін. Болды. Басқа ештеңесі жоқ. Жа 500 мың теңгеге апарып бересіз. Иә, 500 теңге артып берем болды. Мен техникам жоқ, өзі техникам бар да, КамАЗым жоқ қой. А бірақ мынау сайды. Техникаңыз бар ма? Ау, Техникаңыз бар ма? погрузчигім бар, өзімнің жекеменшік. Қазір осы жақта елге қызмет істеп жатыр. Басқа тапсырма болады, басқа осы елдің арасында қызмет істеп жатыр. Сөздің ашығы да. Ал мынау госактысы бар жігіттер, кісілер маған айтады, болды. Мен мана кісінің бар ғой, өзі қап кетті. Анау ар жағында ғана үйді көрдіңіз ғой. Ол да маған келіп, үйімді түсіріп бер деп, ол да текстеп абатыр жерінде. Мына кісілер қарсаңыз жер, міне келді. Жалпы сіз білесіз ба, жақында ғана осы бір айдың көлемінде қателеспесем, Өмірзақ Шөкеев мырза айтқан, жердің недрасын заңсыз пайдаланған адамдар, тыңдай тұрыңызшы, пайдаланған адам қатаң түрде жазаланады деген. Жекеменшік жер болған, жер сатылып жатыр ма? Жекеменшік өзінің госактысы жері бар ғой. Так. Әкімшіліктен алған. Әкімшіліктен алған. Тұрғын үйге деп. Тұрғын үйге деп. Ол үйге Жалпы тұрғын үй соғу үшін сонда құрылыс істеуге болмай ма? Қалада да істеп жатыр ғой, мәселен котлован қазылып. Сіз қазір, Әділ мырза, сіз қазір өз-өзіңізге противоречить етіп жатсыз. Себебі сіз қазір айттыңыз, маған тегістеуге рұқсат берді. Осы жердің жаңа госактысы бар егесі тегістеуге рұқсат берді дейсіз. Бірақ сөйтесіз де маған 500 мың теңгеден мына топырақты апарып жергілікті тұрғындарға апарып беремін, себебі қалаға барса 5 мың, 6 мың деп айтып жатыр. Жалпы, құрметті көрермендер, бұл не? Жерді тегістеу ма, әлде карьер ма? Өз ойларыңызды айтып кетіп отырыңыздар. Себебі мынандай қырлар қалып отыр. Міне, мынау біз ары қарай қазір жүретін боламыз. Оның бәрі экскаватормен қазылғаны көрініп тұр. Ешқандай да мысалға мына жер тегістеліп жатқан жоқ. Бұл жерден топырақ алынып, КамАЗбен шығып кетіп жатыр. Бұл не, құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы, сіздің назарыңызға. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев мырза, сіздің назарыңызға. Мына жерде жалпы Сайрам ауданы Әсіларық ауылдық округінде болып жатқан жағдай. Ауыл биі Әділ мырза. Мына жерді бір мен емес қой, басқа жақтан да келіп балдар адамдарды не қылып жатыр ғой, тазалап жатыр. Өз негесі келеді. Мына жерді түсір, мына жерді бит бер, мына жерді үйт бер деп жатыр. Ол жекеменшік адамның бар ғой, өзінің үйін, тұрғын үй салуына өзін ыңғайлап жатыр да. Түсінемін. Неге сіз, хорошо, Әділ мырза, сіздің сөзіңізге сене қояйын. Хорошо, мына жердің госактысы бар, жердің иесінің мүддесіне жұмыс жасап жатырсыз ба? Ал неге сіз қалған тұрғындарды ойламайсыздар? Мысалға, мына қараңызшы, мен қазір оны жақындатып түсірем. Қырда қалып кеткен, мынау мысалға, бұл кісінің қазір уайым қайғысы. Ертең жаңбыр жауады, қар жауады. Сол кезде анау қыр үгітіле бастайды, дұрыс па? Қазір 1 метр шарбағына жетпейіп, даже мына аяқтағы территориядағы адам 1 метр, 2 метр жерін қалдырып кеткен оғанда. Ал ол, мәселен бар ғой, мына халық сияқты өзі жерінде айқайлай бермей, өзінің жерін тегістеп салу керек еді. Мен де айтып жатырмын. Тегістеп салу керек еді? Тегістеп төмен түсіріп салса, ар жағында тегіс жері бар. Мынаның үстінде тұрмай, мына сарай құлайында бар, сарай ғой. Жалпы тегістеу қанша қаражат кетеді тегістеу үшін? Ар жағында тегіс жер бар. Жолдың бойында да. Сүйерге мынаны там ішінде отыр. Мына жаққа там соқ.
кейін мына текстеген жерді алып таста деймін да, өзіңе ыңғайлы болады. Мен сөйтіп айтқам, кеңесін беріп. Ауыл биі ретінде, иә? Хорошо, мен оған қанша қаражат кетеді, айтыңызшы, Әділ мырза. Оны білмеймін. Білмейсіз, оған барлығының шамасы жете ма? Сіз қызық екенсіз. Үйінде снасть істетті, қайтадан жеріңді тегістеп, үй соқ деген қандай қайыз? Мен бар ғой, ол кісінің бар ғой, ана жаққа там соғып, не қылатын болса, мен мына кісінің жерім бар ғой, мен тегін алып тастаймын. Түсініңіз ба? Там соғу деген оңай ма? Жұрттың бәрі мен соғып жатыр ғой. Қазақта бар ғой, қарғасаң үй соқ деп айтады. Иә, өзім де соғып жатырмын. Көрдік, естідік, мына үйсіздікі екен. Жалпы, құрметті көрермендер көріп отырған шығарсыздар. Міне, ауыл биінің ел үмітін артып сайланған ауыл биінің сөзі мынау. Карьер емес, бірақ мен бұл жаңағы топырақты 500 мың теңгеден үй соғып жатқан адамдарға апарып өткіземін дейді. Тікелей эфирде айтып отырған әңгімесі. Міне Ауылда осы мәселе. Жаңа мынау су мәселесі ғой. ауыл Bu yerде. Газдың адамдар келген сарайын. Судың мәселесі. Алдың ішінде. Газды да кеше айтып жатыр. Сіз мынаны не істейтін болдыңыз? Мен мына астым бар ғой, мына жарым бар ғой, шлаководтан қоршап беремін. Бері қарап топырақ түспейтін. Бәрі жөндеп беремін. Фундамент құйып астына да? Астына фундамент құйып, төбесін көтеріп беремін. Менікін де істеп берсін, өйтетін болса. Мен сіздікі істемеймін, ол біреудің мына жері алдырған егесі де ол. Жоқ, ол өйтіп не қылмасын, жауап берсін заңмен. Яғы ол енді башта трансформаторға зиян келмеу керек та. Оны бағанағы шлакоблокпен мықты қылып істеп қою керек. Білемін оны. Ал сонда білсеңіз неге сіз осында обязательно әкім орынбасары келуін күттіңіз бе, журналистің келуін күттіңіз бе, неге істемедіңіз осы уақытқа шейін? Тыңдап тұрмын. Біз жалдап алып, біздің үйде қолайлы болды да. Жоқ, сіз қаражатыңыз жетпейді де, бұл кісіге сіз айтасыз, үйіңді снасть етті, басқа жаңа үй соқ дейсіз. Ол қандай сасқаныңыз? Осы кісі істеді, бәрін осы бір трактормен 5 Жанар ханым, бұны не қыламыз? Бақылауға аламыз? Жоқ, мен сенбеймін ол бақылауға алам деген. Мен Мамаевтың кезінде келіп, әкімнің өзі келген, әкімдіктің қызметкерлерімен үй сайып, қаттама толтырам деді. Ол қаттамасын маған қолыма берген де жоқ. Ойбай 1,5 миллион. Мына кісілер келді, ойбай 1,5 миллион салайын деп жатыр. Бұны маған не қылмаш деп, жолдасымның туысқаны ертіп келді. Мақұл дедім, ол кезде тоқтатасыздар ма, тоқтатамыз. Жоқ, биыл мына көріңіз, ағаштар қандай. Иә, мен оның бәрін кеше түсірген болатынмын, ағаштың бәрін, жайнап тұрған ағаштың барлығын жұлып кеткен. Мен білмеймін, бей не үшін керек? Бір кісінің жері болды. Ол жерде ағашы өз еккен кезінде де атасы. Сол жердің ағашын маған келіп тапсырып берді. Мына жерім текстеп бер, ағаш үй салайын деп жатырып көке деді да. Мына ағаштың үстіне мына арық бар, бұлай айырылып кеткен, мынада арықтар түскен. Солардың бәрін текст еткізді маған. Ағашын мына кісіге әкеп бердім. Өтірік емес, ар жағында ағаш үйіліп жатыр. Мына кісі жақ Сіз менде мына бір ағаштарды көріңіз. Ағаштардың бәрін. Жалпы қазір Озипа тура осы биге қатысты сұрақ қояйын сізге. Шұқратолла мырза, мына көріп тұрсыз, дұрыс емес әрекет екенін байқадыңыз ғой, иә? Мысалға қазір Сайрам тазалық мекемесіне қатысты, ол әкімдікке қарасты мекеме. Міне осы жаңағы су мұнарасы тұр мұнда. Су мұнарасының жан-жағын бәрін қазып, мүжіліп кеткен. Қазір ертең қар жауады, жаңбыр жауады. Мүжіліп құламасына ешкім кепілдік бере алмайды. Бұны Сайрам ауданының орынбасары да растап отыр. Ал осы орайда міне мына Әділ мырза биі осы ауылдың ел үмітін артып сайлаған биі жан-жағын шлакоблокпен қаптап беремін дейді. Жалпы осы орайда Шәке сізге сұрақ, айтыңызшы, сіз өтініш көріп отырсыз ғой, жер қазылған, иә? Бұл текстелуге жатпайтын көріп отырсыз. Қазір тікелей эфирде осы ауылдың биі Әділ мырза мойындап отыр, иә? 500 теңгеден, 1000 теңгеден мен стройка жүріп жатқан үйлерге апарып беріп жатырмын дейді. Демек, жердің недрасын жақында ғана айтып кеткен Өмірзақ Шөкеев мырзаның заңсыз жердің недрасын пайдаланған, сатқан адамдарды қатаң жазаға тартамыз деп. Жалпы осы орайда сізге сұрақ. Осыны естідіңіз, көрдіңіз, біз сізге жеткіздік деп есептеймін. Жалпы осы орайда осы ауылдың биі Әділ мырзаға қандай шара көресіздер? Кеше сіз бұл хабарды айтқаннан кейін, кеше аудандық жер комитетінің мамандарының, ауылдың мамандары келіп, бұны бәрін зерттеп
акт толтырды. Мгм. Енді бұны заң аясында біз не жер иелерін тауып, Мгм. өрді бәрінде тұрғын үйге берілген нелер екен. Мгм. Жер иелерінен алып, ол түсініктемелерін алып, Мгм. одан кейін заң аясында оларды неге жібереміз? Жер инспекциясына бәрін жолдаймыз. Иә, Шәке, қайталап айтам. 1000 теңге 500 теңгеден сатқан. Түсініп отырсыз ғой. Бұның өзі заңға қайшылық келтіреді. Дұрыс. Дұрыс. Оның бәріні кеше біз бұны бәрін зерттедік. Кеше жер комитетінен келді ғой уже берге. Хорошо, өтірік бола Иә, қойсын. өтірік. Жалпы Маған жер комитетінен жоқ, ешкім келген жоқ. Мен кеше көрген кешке жоқпын. келді. Сол кезде мен сұрағанда КамАЗистер бір топырақ түсіріп көрейінші, мына жақта маған әкімдіктен жер берген. Сол кезде бір КамАЗ, ол осыдан 2 жыл бұрын 3000 теңге деген. Ал биыл сұрағанда 5000 теңге деген бір КамАЗ. Біз 5000-нан тасып жатырмыз деген. ана 3000 теңгеден жалпы бұл жергілікті тұрғындардың жан айқайы. Ешқандай ол адамдарға беріп жатқан жоқ. Берсе де ақшамен шығар, бірақ КамАЗдың бәрі мына жаққа алып кетеді. Ана жерге үйіп жатыр, мына топырақтар солай үйіледі. Тағы көп мына жаққа кетеді тастайын. 5-6 КамАЗистер бар, мен менде аты жөнін бәрі жазып тұрып, Мамаевтың назарына берген кезінде. Ласбек Сәдібекұлына да беріп жаттым. Жалпы осы мәселелерді көтеріп, Сайрам ауданы әкімдігіне барғансыз. Осы ауылға келгелі өшірмін жазмен шаңдатады, көктен бастап шаңдатылады. Содан бастап мен айтып жатырмын, шауып келетті, не қыласыз, бимен дос болып не жүріңіз дейді, мен как будто мен бір аламай жүрген өшім бардай. Айтсаң, бәрі жүре тыңдайды, қарамайды. Ал мен жылда мүжіліп жатыр, жайлап, мен шетім бар. Ана жер алса, мен мына жағым айналасын мен жарда қалғалы тұрмын. Жарда қалып тұрсыз. Сіз уже жарда қалып тұрсыз. Ол қазір мен оны көрсете жатармын. Шәке, тағы да бір мәселе. Міне қайтадан Сайрам тазалықтың жеріне оралайық. Бұл мемлекеттік жер. Дұрыс қой? Иә? Мемлекеттік ЖКХ-ның балансындағы жер, дұрыс па? Иә. Сыртта оң теместі шарбақ бар, жекеменшік босақтысы бар, шарбақтың іші, солардікі сыртта біреудің немнесі босақтысы бар жерлердікі. Дұрыс қой, дұрыс. Иә, дұрыс. Мен айналасын айтып отқан жоқпын. Жалпы осы тура сол 4 соттық жерді айтып тұрмын. Мен бұны кеше Сайрам тазалықтан анықтаған болатынмын. 4 соттық жер әкімдікке қарасты. Дұрыс па? Енді сізге солай қазбалап тастауға кім рұқсат берді? Мен жалпы осыны түсінамаймын. Осы бойынша да Шәке, заң аясында жауапқа тартуларыңызды сұранамын. Себебі мемлекеттің мүлкіне зиян келтіру болып есептеледі. Мынаның барлығы, мен қазір жақындатып көрсетейін бұны. Қазір осы жерде қазір мынау канал мәселесі, одан кейін мынау башняның айналасын қазыған, одан кейін мынау кәсіпкерлік нысан бойынша мынау Озипа ханым айтқан өтініштер бәрі бойынша тиісті бөлімдер, тиісті мамандарды бәрін мен уже кеше земелін жібердім берге. Қалғанда мамандарды бәрін жіберіп, осы мәселе айтылған мәселелер бойынша толығымен зерделеп, сізге жазбаша түрде или не атқарылған жұмыстар бойынша тағы кездесіп бәрі айтылады. Мен қазір бәрін назарға алдым, ауыл әкімі бәріміз бірлесіп осының бәрін зерттеліп. Жалпы ауыл әкімі де, би де бұл хабардар ғой. Енді сіз бірінші рет естіп тұрмын дейсіз. Айта беріңіз. Тағы бір мәселе болып тұр. Кеше маған мынау біздің шырпылар 2018-ден негізі ИП қанай деген біздің ауылмен газ бойынша субсидия келісімшартқа тұрғанда газдандыру мәселесі. Содан бері міне қазір 21 жыл болды, мақұл пандемияны алып тастайық. Мына сол жылдары труба тартқызып 30 000 теңгеден берген адамдарға бүгінге дейін газ кірмейді да. Ал труба жаңағы ол құжат келмейді әйтеуір Түркістаннан. Міне қазір жылдың аяғы болып жатыр. Енді кеше чатта айтады дейді, егер осы тезірек алып газда не қылмасаңдар 100 000-ға өседі деп. Шәке, тыңдасаңыздар, сіздерге айтып отыр ғой, маған емес қой. Мен газды кіргізбей, даже не алмай отқан менің шырпым уже жерде қалып тұр қазір. Мен оны уже айтып отқаныма қанша уақыт болды. Оны кім қабылдап алды? ЖКХ-ның басшысына да бардым, Жангелді мырзаға да. Газ сол шырпы жерде тұр қазір да, көрсеңіздер болады айғағы. Ал ИП қанайдың жаңағы Марат, Жеңіс, Ғани деген азаматтары кеше айтып жатыр, мына тексеріс екен деп жатыр, тиісті департамент Түркістан облысы бойынша. Мына құжаты жоқтарға 50-60 000 кіргізіп беріп жатыр дейді, жаңағы кім ақша береді. Ал құжаты бар адамдар әлі күнге шейін кіргізе алмай жүрміз дейді. 30 000 берді кезінде 2018 жылы 30 000 бергендер. Енді айтады дейді, енді осы биыл олардың договоры бітеді ғой 3 жылда. Енді газ кіргізе алмасында келесі жылдан бастап 100 000-ға дейін өседі деп жатыр ақшасы. Газ кіргізу. Иә, сондай болып жатыр. Осы және осы Сайрамның жергілікті тағы да 2 азаматы бар дейді, сол 5-еуі бірігіп деді. Ақша кәдімгідей алып, мынау қажет емес нелер кеше имам да сөйлеп жатыр.
қажет емес жаңағы мекемелер де қосып алып жатыр газға дейді. Ертең ол газдың мәселесі тағы шығады, сығымы ауылға жетпей жаңағы. Қазірдің өзінде біреулерінікі өшіп қалады, жанбай қалады деп шулап жатыр. Жалпы осы орайда сұрақ сізге, Шәке. Газға 2 жыл, егер шатаспасам 2 жыл көлемінде мораторий жарияланған. Көгілдір отынды кіргізуге. Дұрыс па? Жоқ. Кіргізіп жатыр ма Түркістан облысы? Иә. Бұл кісілер тағы да Тоқтаңыз. 26 қыркүйекте ақпарат Мен берді. жауап берейінші Әсіларық ауылы, оның ішінде Қайнарбұлақ округіне қарасты 7-8 ауыл, оның ішінде Әсіларық ауылы толық газбен қамтамасыз етілді деп та. Газы қамтамасыз етілді ма, етілмеді ма өзіңіз көріңіз. Мен баспасөз именно релизияны оқығаннан кейін айтып тұрмын оны. Бұл мәселе былай, мемлекет тарапынан газ жүйелері жүргізілген. Проект бойынша әр абоненттің алдына дейін газ барады. ШРП-дан әр абонент кіргізу олардың өздерінің міндеті. Олар кіммен келісім шартқа тұрады? Жеке азаматтармен, например, кез келген азамат, мамандар бар, келісім шартқа тұрады тұрғындармен и бағасını өздері келіседі. Оған уже мемлекет араласамайды. Өкіметтің несі жүйелерді жүргізіп, газ беріп, ШРП-ларда газ шығып тұрса болды. ШРП-дан әр абонентке уже ол әр азаматтың өзінің жеке несі. Өзі тартып ала ма, или біреуге қаржы төлеп істейді ма, ол уже әр азаматтың өзінің міндеті. Ол жағынан бізде жүйелерде бәрінде газ бар, ШРП-ларда газ бар, счетчиктары дайын тұр. Енді азаматтар газбен жағамыз или көмірмен жағамыз десе, олардың газ керек болса, өздері жеке кәсіпкермен келісім шартқа тұрады да, ақшасын төлеп кіргізіп алады. Енді бағанағы 30 мыңдан төледік, газ әліге шейін кіргізілмеді десе, 2018 жылы. 2018 жыл. Ол сол кездегі жеке кәсіпкерлер келіп тұрғындармен келісім шартқа тұрған, бірақ өздерінің міндетін атқармаған. Хорошо, сіздер неге қадағаламайсыздар сол міндетін атқармаған? Оны бізбен келісім шартқа тұрмайды. Кез келген жекемен өздері келісім шартқа тұра береді. Дұрыс қой, сонда ба? Хорошо. Негізі ауыз суға оралайықшы, Шәке. Мен ауыз су мәселесі бойынша. Жалпы кеше де айттым, бүгін де айтамын. Ауыл тұрғындарынан 40-45 мың теңге талап еткен сайрам тазалықтың әрекеттері қаншалықты заңда? То есть 40-45 мың талап етіп отырған деген мағынаны түсіндіре кетейін, құрметті көрермендерім. Себебі ауыз су мәселесі өте бір ауыр мәселе болып тұр Әсіларық ауылдық округінде. Бұл кісілер тыңдамайды екен, бір-бірімен сыбырласып сөйлесе береді екен. Жалпы осы уақытқа дейін бірнеше жылдар бойы елден адам басына 500 теңгеден жинап келген, дұрыс па? Жаз айында. То есть қыс айында 500 теңгеден, жаз айында су қарады деп 1000 теңгеден жиналған. Жаңағы әркімді әртүрлі отбасына қараған ғой. Дұрыс қой, енді жаңа адам басына санап отырмын ғой. Енді осы орайда жаңа басында, тікелей эфирімнің басында айта кеттім, лицевой счет, дербес счеты жоқ. Тұрғындар саны жетерлік Әсіларық ауылдық округінде. Енді осы дербес счеттың болмауының өзі заңсыз екенін жаңағы сайрам тазалық енді есін жинады ма, қарыздарынан құтылғысы келді ме, әлде қалтасын ойлады ма, әйтеуір тұрғындардан дербес шот ашуға 40-45 мың теңгеге жуық қаражат сұрап жатыр екен. Жалпы дербес шоты жоқ болған жағдайда айыппұл құны 60 мыңнан басталып 100 мыңнан асадымыз. Осы орайда айтар кетерлік бір жайт, дербес шот ашу үшін заң аясында небәрі 6 мыңға жуық қаражат керек. Шәке, сізге сұрақ, ауыл тұрғындарынан 40-45 мың теңге талап еткен сайрам тазалықтың әрекеті қаншалықты заңда? Дұрыс айтасыздар, сайрам тазалық мекемесінде кемшіліктер орын алған. 4-5 жыл бұрын Асыл ауылына су жүйелері тартылған, бірақ абоненттерге есептегіш құралдары мен лицевой счеттарды уақытылы ашылмаған. Тұрғындар заңсыз дегенде қалай самовольное подключение өз бетінше жүйелерге қосылып, сумен пайдаланып жүрген. Бұл ретке келтіру қолға алынбаған. Биыл 2021 жылы сайрам тазалық мекемесіне жаңа басшы келіп, сайрам тазалық мекемесі, оны айтып кету керек, осы судың есебі болмағандықтан қазір өздерінің міндеттерін газ, электроэнергияға төлейтін, суға төлейтін төлемдері бар ғой, соларды ақтамағаннан кейін басшысы ауысты. Сол басшысы полностью аудан бойынша ревизия істеп, осы кемшіліктерді анықтап,
Бұл жерде ауыл тұрғындарымен кездесу өткізілген. Осы не өз бетінше су жүйелігіне қосылған азаматтарға заң аясында бағанасы айтып кеткендей 60 мыңдан 100 мыңға дейін айыппұл салынады. Бірақ осы жерде халықпен кездескен кезде осы жерде келісімге келген халық. Осы 4 жыл 5 жылдың ішінде есептегішсіз пайдаланған судың орташа көлемін шығарған, орташа бағасын сөйтіп айыппұл салмай, олар өздері келісілген сол ақшаны сол төлеп, одан кейін оларға бағанағы сіз айтқан 6 мың 7 мың теңгесін төлеп лицевой счеттарын ашып береміз. Хорошо. Ол келісім болған, дұрыс па? Енді қараңыз, осы орайда Шәке тағы бір қазір мен ол кісіге де қоям. Ауыл биі, Хорошо, мен түсініп тұрмын. Негізі табиғи ресурс шегі бар. Судың да шегі бар. Ол сұраусыз дүние емес. Сондықтан мынандай сұрақ, қазір сіз айта кеттіңіз ғой, сайрам тазалықтың салдырттығына халық жауап беру керек пе? Неге кезінде лицевой счет ашып, жаңағы счетчиктер қоймаған? Мысалға халықтың көзі енді ашылып келе жатыр. Үгіт насихат осы ауыл әкімі мен бидің тарапынан, Сайрам ауданының әкімдігінің тарапынан болмағаннан кейін халық қайдан білет бұл жерге не қою керек екенін? Мысалға 500 теңгеден жинап жүрген адам басына. Қыс мезгілін айта қояйын. 500 теңгеден дәптер жүзінде жүрген. Ақы дәптер жүзінде жүрген. Енді осы орайда бұл үшін Шәке тыңдай қойыңызшы. Келсін да, бәрі сұраққа жауап берсін. Сіз жауап бере беріңізші, ол кісі ешнәрсеге жауап бере алмайтын секілді ғой, бәрін. Ол кісі сізге барынша түсіндірген сияқты, бірақ ол кісінің түсініктемесіне мен вообще көңілім қоншымай тұр, себебі бұл кісімен мен бүгін кездесіп тұрмын. Мен қазір сіздерге айтып жатқан мәліметтерді. Бұл кісіні танымайсыз ба сіз? Бүгін көріп тұрмын мен. Бүгін танысып тұрсыз, иә? Алдын көрген емеспін, мен жақында беруге келдім. Мен кеше сіз берген сұрақтардың бәріне тиісті мамандармен, Сайрам тазалықты басшысымен, ЖКХ-мен, жер комитетінің бәрімен кеше сөйлесіп, солардың мамандардың айтуынша жауап беріп отырмыз. Хорошо. Енді сіз айтып отырсыз, Сайрам тазалық мекемесінің басшысы Сұлтанбек Серік Жаппарұлы мырза жақында ауысып келді дедіңіз. Бірақ өз ісінің маманы болса, мамыр айында келген басшы, қателеспесем, қазанда немесе қарашада жұмыстан босатылып, орнына басқа азамат келіп. Кейін қайта жаңа Серік мырза тағайындалған. Себебі үкіметтің тапсырмасына сәйкес квази мемлекеттік сектордағы мекемелер жекеге бәсекелес салаға сатылсын деген тапсырма келген болды. Биылғы сол облыста бекітілген жоспарға сәйкес Сайрам ауданында 2 квази мемлекеттік мекеме бар. Ол Таза ауыл деген мусорный полигон Қарабұлақ елді мекенінде және Сайрам тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Сол 2 мекеме сатылымға қойылды. 27 қыркүйек күні мемлекеттік сатып алу порталының келісім шарты бойынша жеке кәсіпкерлер Сайрам тазалықты порталдан сатып алды. Сол қазір ол Сайрам тазалық мекемесінің ауыз суға Шымкент қаласындағы су ресурстар маркетингтің алдындағы қарыздары, одан кейін электроэнергияға 29 миллион қарыздары бар. Сол қарыздарымен бәрімен порталға қойылып, жеке кәсіпкер сатып алды ол мекеме. Сөйтіп келіп бір ай жұмыстарымен танысты. Содан кейін ол Сайрам тазалықтың несі былығын көріп, баяғы ішіндегі кемшіліктеріні өз еркімен бас тартты. Сондықтан ол сатып алған, порталдан сатып алған заң аясында бас тартқаннан кейін қайтадан бағанағы Сұлтанбеков Серік Жаппарұлыны қайтадан орнына тағайындадық. Мысалы, қарыздан көз аша алмаған Сайрам тазалық мекемесінің қызметкерлері 6 ай бойы айлығын ала алмаған. Осы орайда әкімдікке қарасты Сайрам тазалық мекемесінің заңсыз еңбек кодексіне қайшы әрекеттеріне әкімдік тарапынан қандай да бір әрекет болды ма? Иә, қазір ол барлық кемшіліктер бәрі анықталып, құзырлы органдар қазір онымен айналысып жатыр. Аудандық прокуратура да одан хабардар, ол қазір бақылауда ұстап тұр. Одан бөлек қазір мынау жалақыларды төленбеген мәселелері бойынша еңбек инспекциясы тікелей осы мәселемен айналысып отыр. Және басқа да
уәкілетті органдар осы мәселемен айналысып жатыр. Жалпы осы уақытқа дейін Сайрам тазалық мекемесінің осы мекеменің өзін осындай дәрежеге жеткізген басшыларға қандай да іс-шара көріліп жатыр ма? Енді оларға шара көруді, оларды жұмысына баға беретін. Өз тараптарыңыздан арыздандыңыздар ма? Иә, біз Сайрам тазалықтың осы кемшіліктері анықталғаннан кейін, қазір айтып кетті, уәкілетті органдар бәрі хабардар. Қазір ол бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соның тексеру нәтижелерден кейін оларға қорытындымен. Жалпы бір жаңағы неге дедіңіз? 29 миллион қарыз? Электроэнергия. Электроэнергияға 29 миллион қарыз. Тағы да қыруар миллиондар қарыз. Жоқ, енді Жанар ханым, қазір көріп тұрсыз ғой, мына есептегіш құралсыз өз бетінше қосылып жүйелерге пайдаланып жатқан не только Асыл ауыл елді мекенінде, басқа елді мекендерде сондай. Мысалы Жібек жолы. Жібек жолы, Иә. басқа да елді мекендерде. Сайрам тазалық насостардың бәрін істеп, суды халықты қамтамасыз етіп жатыр сумен. Бірақ кеткен электроэнергия нелердің халықтан жиналған ақша ақтамай жатқан қалыптасқан. Қазіргі мынау басшылар полностью ревизия жасап, осы кемшілікті анықталғаннан кейін, үшін, например, Асыл ауылында да, Жібек жолы ауылында да бағанағы заңсыз суды пайдаланған азаматтарға заң аясында штраф салу керек. Штрафтың көлемі өте жоғары. Бірақ бағанағы келісілген бойынша осы жерде тұрғындармен бағанағы Сайрам тазалықта жаппай штраф айыппұлға тартпай келісімге келіп жатыр тұрғындарға. Шәке, осы орайда мысалы соңғы 4-5 жылды есептеп жатыр. Может быть, 10 жылдан бері олар заңсыз пайдаланған. Соның бәрін қазір ретке келтіріп жатыр. Сіздер, Шәке, бір байқағаным, сіздер халықтан көріп жатсыздар, заңсыз пайдаланған, заңды пайдаланған адамдардың өздері, төлеп жүрген адамдардың өздері жаңа төлемақы дәптер жүзінде жүріп жатқан. Білесіз ғой, жалпы төлеген азаматтарға ешқандай не айтылып жатқан жоқ. Жоқ. Ауылдың әкімі де қазір айтып тұр, өте көп мынау заңсыз пайдаланғандар. Түсінікті. Сіз оны да алып тастайсаңыз, Шәке, бір минут, мен сұрағымды түсінбей жатсыз сіз просто. Сайрам тазалық мекемесінің заңсыз әрекеттеріне көз жұма қарайсыздар да, халықтың заңсыз әрекетін байқап, жаңаға түсіністікпен қарап, оларға 40-45 мың ілесіздер. Ол қаншалықты заңда? Жалпы заңсыз әрекетті көрген кезде мемлекеттік қызметкер заң аясында жұмыс жасау керек. Мынау келісімді мен Сайрам тазалық басшысына айттым, бағана сіз айтқан қаржыларды төлеуді тоқтатыңыздар да, заң аясында бәріне штраф салыңыздар деді. Айыппұл салыңыздар дедіңіздер. Енді сіз журналист араласты деп солай елді лучше заң аясында. Сол мәселені қарастырайық одан кейін. Дұрыс айтасыз, Шәке. Обязательно журналист араласу керек қой. Заң аясында жұмыс жасау керек. Лучше заң аясында халыққа навстречу барып, олардың кішкене заң аясында дейсіз ба? жағдайға түсініп, Сіздер табиғи ресурс суды талан-таражға түсіріп, ешқандай бақылаусыз жіберіп, бейтараптылық танытып, халықтың үніне құлақ аспай отырып, енді келе Сайрам тазалық, менің тұжырымым осылай. Бізде жаңадан осы Ұласбек Сәдібек осы қызметке жаңында тағайындалғаннан кейін осы салалардың бәрін бақылауға ал деп тапсырма берген болады. Біз осы жақында келгеннен кейін осының бәріне кірісіп, осы кемшіліктер енді анықталып жатыр. Жалпы Сайрам тазалық қашан ашылған? Сайрам тазалық ол біраз жылдар болған, 20 жыл ма, 15 жыл болған. 15-20 жыл көлемінен бастап Ұласбек Сәдібеков мырза есіне енді түсті ма? Жалпы ауыз сумен бірнеше біздің президентіміздің айтуы бойынша болды. Не болды? Міне, жалпы мемлекеттік қызметкерлердің кепі мынау, халықтың үніне құлақ аспақ түгілі журналистерден қашып жүреді осылай. Тұжырымдай келе халқының үніне құлақ аса алмаған 15 жыл бұрын қоныстана бастаған Асыл ауылының әкімі Қайрат Балдабаев мырза, орныңды босат. Елдің үмітін ақтамаған ауыл биі Әлтаев Әділбек Кеңесұлы заң аясында жауапқа тартылсын. Инфрақұрылым Сайрам ауданына қарасты Жібек жолы Әйтеке би Асыл ауыл округін толық қамтамасыз ете алмаған инфрақұрылыммен Сайрам ауданының әкімі Ұласбек Сәдібеков орныңды босат. Не деген сұмдық, ауыз сумен қамтамасыз еттік. Толық, көгілдір отынмен толық қамтамасыз еттік. Ауыл, мына кімнің иті құдай ол?
пошел деңіздерші. Жолдармен бірнеше жыл бұрын қамтамасыз етіліп қойылатын ешқандай жағдай халыққа үніне құлақ аспайтын биліктің құны көк тиын. Міне мысалға мемлекеттің мүлкінің тұрысы мынау. Міне сайдың қырдың үстінде қалдырып, мына өз өміріне, денсаулығына уайымдаған халық. Біреу сайда, біреу қырда қалған. Ана жаңағы ауыл биі мына жерді карьер етіп жіберген. Анау канал ертең асып тасып, мына тұрғындардың басып қалуына ешкім кепілдік бере алмайды. Жалпы қайталап айтам, Ұласбек Сәдібеков, орныңды босат. Бұл бір ғана Әсіл Арық ауылдық округі емес, бұл Жібек жолы, біз білетін Жібек жолы ауылдық округі. Әйтеке би ауылдық округінде және Әсіл Арық ауылдық округтерінде болып жатқан мәселе. Шырылдаған халық, құлағы керең билік. Рахмет, құрметті көрермендер. Жалпы менің мақсатым халықтың үнін билікке жеткізу. Жаңағы қажетті адамдар естіп, особенно сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі сіздердің назарларыңызға мынау Сайрам тазалық мекемесіне қатысты жаңағы Әсіл Арық ауылдық округінің әкіміне қарасты, Әсіл Арық ауылдық округінің биіне қарасты, Сайрам ауданының әкімі Ұласбек Сәдібеков мырзаға қарасты шұғыл түрде тексеру жұмыстарын жүргізіп, заң аясында жауапқа тартуларыңызды сұранамын.